Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын түріктің пахлавасын жасайтын боламыз. Өте дәмді және де сочный болып шығатын пахлава болады. Ал ендеше бірге жасайық. Алдымен осылай електен ұнымызды өткізіп аламыз. Негізінен көпшілік осылай ұнды електен өткізіп салғанға мән бермейді. Алайда бұлай өткізсе, кез келген нәрсені електен өткізіп салатын болса, өте жақсы көтеріледі. Және де бір шайны ложка разрыхтель, яғни қопсытқышымызды салып, бөлме температурасында тұрған сары майымызбен осылай ұнымыз екеуін араластырып кружок жасап алатын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай кружок дайын. Енді осы дайын кружогымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды және де 20% қаймағымызды саламыз да, жұмсақ емес, онша қатты да болмайтын орташа қамыр илейтін боламыз. Басында осылай бірігуі қиын болады, уайымдамаңыздар. Кішкене араластырып, иілеуі қана бастаған кезде өзі осындай қамыр шығады. Артық жұмыртқа, артық қаймақтың қосуымыздың қажеті жоқ, өзі осындай дайын, әдемі қамыр дайын болады. Енді осы қамырымызды салафанға, яғни кез келген салафанға жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Жарты сағат өткенше осындай жаңғағымызды біз майдалап үгітіп алатын боламыз. Мен тек қана жаңғақ қостым. Егер де сіздер басқа да қосам десеңіздер, мейіз, өрік қосам десеңіздер де болады, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді жаңағы 2 жұмыртқамыздың ақ уызын қосып, қантымызбен бірге үшеуі бірдей болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай бізде жарты сағат уақыт өтті. Кішкене ұнды пайдаланып, қамырымызды 3-ке бөліп аламыз да дөңгелекше етіп жасап аламыз. Міне, осылай барлығын бірдей етіп дөңгелектеп 3 бөлікке бөліп алған соң, осылай оқтаудың көмегімен менің формам 25 см, диаметрі 25 см формаға лайықтап, осылай дөңгелекше етіп жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қалыңдығы осылай болады. Міне, осылай формамызға жайғастырып, кезектестіріп, барлығын осылай жайып алатын боламыз. Достар, егер менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, арнама жазылып, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Алда менде өте пайдалы және көптеген рецепттер болады. Ал осылай екеуін бірдей жайып болғаннан соң, начинкамыздың жартысын бірінші қамырымызға осылай жайғастырып шығатын боламыз. Міне, осылай жайғасып болған соң, екінші қамырымызды да осылай төсеп, бірінен соң бірін кезектестіріп, дәл осылай жасайтын боламыз. Начинкамызды салып, қайта жайғастырамыз. Міне, екінші начинкамызды осылай жайып болдық. Енді ең соңғы үшінші бетінегісіне ештеңе салмастан жұмыртқаның бір сарысын алып, осылай бірдей етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне тиіп жаққаннан соң, пышақтың көмегімен өзіміз осылай видеода дәл көрсетілгендей осылай сызып шығатын боламыз. Міне, осылай сызып болғаннан соң, осы жаңғақтарды бетіне осылай қойып шығатын боламыз. 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Міне, біздің пахлавамыз пісіп шықты және де толықтай суыды. 20-25 минут суытып алдым. Енді осылай формадан босатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, астынан пергамент қағазы да оңай алынады. Міне, біздің пахлаваларымыз дайын, осындай керемет пахлава болып шығады. Дәмі енді деген керемет болады. Сөзсіз жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, арнаға жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Менде алда өте көп пайдалы рецепттер болады.